бюджеттің шығыс бөлігін нақтылау 3 бағыт бойынша жүзеге асырылады. Бірінші бағыт – халықтың тұтынушылық кредиттері бойынша борыш жүктемесін азайту. Өмірлік қиын жағдайда қалған азаматтар санатына жатқызылатын әрбір қарыз алушы үшін тікелей және атаулы қаржылық көмек ретінде мемлекет 300 мың теңгеге дейінгі жалпы мөлшерде негізгі борышты және ол бойынша есептелген сыйақыны өтейді. Осы мақсаттарға жоба 88,5 миллиард теңге сомасында шығыстарды қарастырып отыр. Екінші бағыт – жұмыспен қамту, аз қамтылған көпбалалы отбасылар мен жастарды қолдау бойынша пәрменді шараларды кеңейту және күшейту. Бұл мақсаттарға 138,6 миллиард теңге бағытталатын болады. Үшінші бағыт – жобада үкімет резервінен 72,9 миллиард теңгеге ұлғайту ұсынылады. Аталған қаражаттың бір бөлігі Арыс қаласындағы төтенше жағдайдың салдарларын жоюға бағытталатын болады.